Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге банан қосылған чизкейктің рецептін ұсынғалы отырмын. Құрамы өте оңай, тез жасалатын, ауызда еритін бұл чизкейктер сіздің дастарханыңыздың сәні болатынына сенімдімін. Құрамына көп зат кетпейді, үй жағдайында жасауға болатын өте дәмді чизкейктер. Толық рецептісін описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен біз чизкейкіміздің тестасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін илеуіштен өткізілген ұнымызға разрыхлительді салып алып, оның үстінде бөлме температурасында тұрған майды саламыз. Келесі сахарная пудра қосамыз. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, сахарная пудраны көбірек мөлшерде салыңыз, ал тәтті болғанын қаламасаңыз, аз салсаңыз да болады. Барлығын бірдей жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерде қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Барлық қоспамызды жақсылап асықпай араластырып аламыз. Арасында ерімей қалған майлар болған жағдайда қолдарыңызбен қысып, барлығында бірдей ерітіп араластырып алыңыздар. Чизкейктің тестасы болып шығуы үшін біз жаңағы майымыз ұнымыздың үстіне осы 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Келесі біз қаймақ қосатын боламыз. Мен қаймақтың 20% қаймақты алдым. Осы қаймақтың арқасында нанымыз жұмсақ, дәмді болып шығады. Бұл қаймақтан бір ас қасық қаймақ салып, барлығында жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырғанда бізде теста шығуы керек. Барлығын біз жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де тестамыз әлі жабыспай қолымызға жабысып бірікпей тұрған жағдайда, біз тағы да аз мөлшерде ұн салып ары қарай араластырып тестамызды илеп аламыз. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Енді осыны салафанға салып, жарты сағаттай холодильникке қойып қоямыз. Тестамыз тыныққанша біз салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге ірімшік және де банан қажет болады. Бір банан жеткілікті. Бізге тағы да 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқамызды осы барлығын бір ыдысқа жарып аламыз. Сахарная пудраны тағы да өз қалауларыңыз бойынша салуларыңызға болады. Тәттірек болсын десеңіз көбірек салыңыз. Бізге сүзбелі ірімшік қажет болады. Мен барлығын грамын өлшеп алдын ала дайындап қойғанмын. Барлығында осылай бір ыдысқа салып жинақтап аламыз. Бізге енді тағы да қаймағымыз қажет. Мен қаймақты тағы да 20% қаймақты қолданып жатырмын. Өйткені дәмі өте дәмді және майлы. Бұл қаймақтан бізге 2 ас қасық қажет болады. Барлығында бір ыдысқа салып дайындап аламыз. Чизкейкіміз сұйық болып пісіп қалмас үшін, массалар бір-бірімен бірігу үшін бізге кукурузный крахмал қажет болады. Кукурузный крахмалды біз ас қасықпен 1 қасық саламыз. Енді бұның барлығында блендермен жақсылап тұрып, 1 келкі масса болғанша езіп аламыз. 2-3 минут көлемінде жақсылап тұрып езіп дайындап алыңыздар. 30 минут өткеннен кейін біздің чизкейкіміздің тестасы дайын болады. Ол бірігіп жақсы формада ұстап тұрады. Енді арнайы формамызды алып, майлап алып, жаңағы чизкейктің тестасын жайып, осы формамызға орналастырып салып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен вилкамен барлық жерінен тесіп шықтым. Осы тестамыздың үстіне жаңағы езіп дайындап қойған біздің массамызды осы жерге құйып, жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Бұл 1 келкі болып біздің тестамыздың үстіне жайылу керек. Осы кезде духовкаларыңызды 170 градусқа қыздырып қойыңыздар алдын ала. Мінекей менің 30-35 минут ішінде пісіп шыққан, ауызда еритін, дәмі өте керемет чизкейкім дайын болды.
менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.